Құрметті YouTube көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен күнделікті ақпаратпен бөлісіп отыратын боламын. Бүгінгі сіздерге бөлісетін ақпаратым түймедақ, яғни ромашка. Өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады, ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, менімен бірге соңына дейін болыңыздар және рецептін тастап кететін боламын. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруына да, асқазан жарасына да және ас қорытудың бұзылуына да көп қолданады. Сонымен қатар оның тұнбасы мен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретін қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдын түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап, су сабынмен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, су сабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып әрі дәрілендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. Бір сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянасыз. Жел айдайтын шайдың рецептін тыңдаңыздар. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігі мен шүйгін шөп, валерияны, яғни тамырының 4 бөлігін және зеренің, яғни тімін 1 бөлігін алып, жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан 1 ас қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең және кешке жарты сағаттан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шайқурай, яғни зверобой, дала қырықбуыны, түймедақ гүлі мен қырмызы шөптерінен 1 шай қасықтан алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Баспаға, яғни ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігі мен жөке ағашының 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны 1 стакан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін 1 ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек. Ескерту: басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстар бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупі бар. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Дегенмен түймедақпен тұмау кезінде, тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болғаны. Рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде колокольчикті басып қойсаңыздар, мен келесіде бірінші болып сіздерден шығып тұратын боламын. Рахмет.